Номер 3-ші жаттығу. Белдемірде тартылу. Жаттығуды көрсетем. Бастапқы қалып гимнастикалық тұрыс. Жабдыққа пәрмені бойынша саптық қалыпты қабылдап, Майор Кесекбаев. өзін таныстыру. Саптық адыммен белтемірге жақындау. Жаттығуды орындау алдындағы тұрысты қабылдау. Сақтандырушының көмегіменен белтемірдің үстіне жармаса іліну қалпын қабылдау. Жаттығуды орындау кезінде иек белтемірден жоғары түскен кезде қолымызды толық жазамыз. Аяқтарымыз бірге, қозғалыссыз және сермеусіз орындалады. Мүлдем белдемірде тартыламайтын әскери қызметшілерге арналған жаттығуларды көрсетем. Бірінші жаттығу. Белдемірдің жоғары жағынан жармасып ілініп тұру. Ілініп тұру уақыты 15 секунд және 20 секунд аралықта. Демалу уақыты 1 минут. Бұл жаттығу бізге саусақ және білек бұлшықеттерінің дамытуына арналған. Екінші жаттығу. Белтемірге секіріп, тартылып, қолымыздың бұлшықеттерінің кері әсеріменен төменге қаратай баяу түсіп, қайта секіріп, тартылып, осы жаттығуды 10 рет орындаймыз. 10 рет орындап, 5 айналым. Әр айналымды 1 минуттан демаламыз. Үшінші жаттығу. Сақтандырушының көмегімен тартылу. Осы жаттығуды 10 реттен 5 айналым. Әр айналымның арасында 1 минуттан демаламыз. Төртінші жаттығу. Жұлқына тартылу. Осы жаттығуды 5 реттен 5 айналым орындаймыз. Әр айналымды 30 секундтан демаламыз. Келесі жаттығу көлденеңнен орналасқан қос сырықта немесе кез келген төмен орналасқан белтемірде орындалады. Жаттығудың шарттары. Әскери қызметші өзінің күш шегін ескере отырып жаттығуды орындайды. Осы жаттығуды 5-10 реттен қайталаймыз. Жаттығу қиын болған жағдайда әскери қызметші аяғын өзіне қаратай тартып, жүктемені азайтады.